Қисса Сүләмбия кітабынан Ұлықпан мен Зұлым патша. Зұлым патша Ұлықпанның даңқын көре алмайды. Іштарлығы шыдатпай сынықты сылтау қылып, оны зынданға тастайды. Ақылды болса, осы зынданнан аман шықсын дейді. Зынданның аузын көміп, үстіне егін ектіреді. Зынданға қамарда Ұлықпанды сыйлайтын бір нөкер оның қойнына бір дорба құрманы салып жібереді. Зынданда жарты жыл соны азық қылады. Бірде патша ас жеп отырғанда тамағына құрманың дәні тұрып қалады. Көлденең кептелген дәнді ешбір дәрігер ала алмайды. Барлық емшіні тауыпты жинап алып, егер ем таппайтын болсаңдар, бәріңді дарғасамын деп қаһарланады. Содан бір қария тұрып: Ұлықпан деген данышпан бар, әміріңізбен зынданға қамалғалы жарты жыл болды. Өліп қалмаса, мұның емін сол білер дейді. Патша дереу зынданды аштырып, әлсіреп жатқан Ұлықпанды шығарады. Ол әлденген соң кіріптар патша ауруына ем сұрайды. Бел балаңызды бауыздап, жүрегін пісіріп жеңіз, сонда жазыласыз. Болмаса, ажалыңыз осы дәнектен дейді. Патша шошып кетеді. Ақыры уәзірлері үгіттеп көндіреді. Ұлықпан оның баласын байлап сарай қалдырады. Патша баласын өлімге қимай жылай береді. Хакім оған: жүрегіңіз шыдамас, баланы тасалап перденің арғы жағына бауыздайын дейді. Ұлықпан перденің артынан білдірмей бір қой әкеп жасырады. Сосын: ей жігіт, саған ажал, маған бұйрық келді, әкең үшін құрбансың деп, баланы емес, жандағы қойдың өңешін пышақпен орып жібереді. Қой хор ете қалғанда патша жан жүрегі бұлқынып, тұла бойы сілкініп, бар даусымен шыңғырып жібереді. Сол кезде іріңдеп тұрған тамағы буыршып жарылып, құрма сүйегін аузынан атып жібереді. Өзі есінен танады. Сәлден соң есін жиып қараса, баласы алдында отыр екен. Ұлықпан: балаң аман дейді. Патша оған риза болып, сый-құрмет көрсетеді. Қоштасарда: мен саған дұшпандық қылдым, сен болсаң мені ажалдан алып қалдың, қалайша кек алмадың дейді патша. Сонда Ұлықпан хакім: жақсыда кек болмайды, кек болса тек болмайды. Кімнің кеудесінде кек болса, соның жүрегінде хақтың нұры дарымайды деген. Ақылды адам дұшпанын дос тұтады, достан бауыр жасайды, бауырдан тәуір жасайды. Зынданға салдың деп кектеспеймін, құдайсыз қурайсынбайды. Бірде сапарлас серігіме бөтен ауылдың балалары қиянат қылды. Соның ақысын әперемін деп жалған дау көтеріп құн төлеттім. Сол азабым осы өтіріктің жазасы. Әділ Құдай себепсіз басқа іс қылмайды депті.